Астанадағы сайлау учаскелерінде сайлаушылардың тізімі іліне бастады. Бүгін елордада 189 сайлау учаскесі ашылған. Олардың 70-і Сарыарқа ауданында, 96-сы Алматы және 23 учаске Есіл ауданында орналасқан. Тағы 65 учаске шетелдік елшіліктермен дипломатиялық миссияларда жасақталды. Бүгін астаналық тұрғындар өз учаскелеріне барып, сайлаушылар тізімінде тіркелгендігі туралы мәлімет алды. Елордалық Мәрия Қылышбаева азаматтық борышын орындауға қамданып жүр. Сарыарқа ауданына жуырда ғана қоныс аударған тұрғын алдымен дауыс беру учаскесін анықтап алып, бүгін сайлаушылар тізімінде тіркелгендігі туралы ақпарды растап алды. Раньше я жила по другому адресу. Мен басқа мекен-жай бойынша тұрғанмын. Қазір мен осы учаскеде аты-жөнім бар ма, жоқ па, соны анықтауға келдім. Тізімде бар екенмін. Енді 26 сәуірдегі сайлауға белсенді қатысып, дауыс берем. Сарыарқа ауданына қарасты нөмірі 94-ші сайлау учаскесінің төрағасы Аслан Әлімовтің айтуынша, қазіргі таңда сайлаушылардың тізімдерін нақтылау ісі тәмамдалуға жақын. Болжам бойынша аталмыш учаскеде 2,5 мыңнан астам азамат дауыс береді. Қазіргі таңда бізде тізімдердің нақтылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жергілікті халықтың өте белсенділігі байқалады. Өйткені күнбе-күн бірнеше адамдар өздерінің тізімнен бар жоқтарын анықтап біліп жатыр. Қазіргі таңда 90%-ға дайын десек болады, барлық тізімдер өзі нақтыланды. Астана қаласы әкімдігінің бастауымен бірнеше сайлау учаскелерінің әзірлігі пысықталды. Атап айтсақ, журналистер тобы Жастар сарайында орналасқан нөмірі 4-ші және 5-ші, Махамбет Өтемісұлы атындағы оқушылар сарайындағы нөмірі 98-ші сайлау учаскелерінде болды. Жауапты учаске өкілдері сайлау науқанына толыққанды әзір екенін жеткізді. Десе де, сайлау күні сырқаттанып түрлі себептермен сайлау учаскелеріне бара алмайтын азаматтар болады. Олар 26 сәуір күні сағат күндізгі 12-ге дейін учаскелік сайлау комиссиясына үйде дауыс беруді ұйымдастыру туралы өтініш жазулары тиіс. Жұрағат Баман, Самат Орынбаев, Астана телеарнасы.